Баршаңызға сәлем, менімен бүгін етті бәліш дайындап көріңіздер. Ең алдымен табанымызға майымызды құйып алып, оның үстіне жуамызды және тартылған етімізбен картофелімізді салып араластырып, қақпағын жауып, жай отта пісіріп аламыз. Одан кейін қамырын дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқа алып, біреуін шағып, екіншісінің тек сарысын алып қаламыз. Яғни бұл сарысы пирогтың бетіне жағуға керек болады. Одан кейін үстіне қаймағымыз салып, оның үстіне ерітілген сары майымызды құйып, немесе маргарин де болады. Сосын оны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жарты шай қасық ас содасымен және тұзды осылай араластырып саламыз. Одан кейін үстіне ұнымыздың жартысын салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді қолымызбен илейміз. Жаңағы қалған жарты ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап жұмсақ жабысқақ қамыр болғанша илеп аламыз. Одан кейін бетін пищевой пленкамен контактіне етіп жауып, тоңазытқышқа 1 немесе 2 сағатқа қойып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Міне өте жақсы, қатты жабыспайтын қамыр болып шығады. Одан кейін оны осылай ұнға аунатып алып, 2 бөлікке бөлеміз. Bir жағын көбірек қылып, бір жағын кішкене аз етіп бөліп аламыз. Яғни көп жағын салмамыздың астына, азғантай жағын салмамыздың үстін жабуға керек болады. Осылай ұнның көмегімен оқтаумен ысып аламыз. Одан кейін табамызды майлап алып, қамырымызды табамыздың үстіне төсейміз. Сосын дайын болған салмамызды қамырымыздың үстіне саламыз. Осылай қапталдарының барлығына кіргізе отырып, жақсылап салмамызды жайып аламыз. Одан кейін үстіне төсейтін қамырымызды ысып аламыз. Осылай пирогымыздың үстін жауып, жақсылап қапталдарын біріктіреміз. Яғни әрқайсыңыздың өз қалауларыңыз бойынша 4 бұрышты немесе осылай дөңгелек табаға қойып, жақсылап әдемілеп жайып алсаңыздар болады. Мен осылай үстін кесіп шықтым, себебі арасына ауа кіру үшін. Одан кейін жаңағы сары майымыздың сарысын бетіне жақсылап жайып шығамыз. Және қызып тұрған пешімізге 20-30 минут аралығында қойып пісіріп аламыз. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі арнамда апта сайын сіздерге керекті рецептермен бөлісіп отырамын.